Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен карамельный пирог рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментария жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, қаймақ, жұмыртқа, вареный сгущенка, сары май және разрыхлитель. Пирогымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнға разрыхлительді қосып, еліктен өткіземіз. Ұнға сахарный пудра, сары май, жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Енді бұны салфанның мешочке салып, 30 минуттай холодильникке қоя тұрамыз. Пирогтың салмасын дайындайтын боламыз. Қаймаққа вареный сгущенканы қосып, венчикпен араластырамыз. Жұмыртқа, сахарный пудра қосып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған формамызға 30 минуттай тұрған қамырымызды саламыз. Дайын тұрған қамырымызға пирогымыздың салмасын құямыз. 160 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Достар, карамельный пирогымыз дайын болды. Осы видеоның соңына дейін қараңыздар үшін көп-көп рахмет. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деп үміттенемін. Сіздермен болған Гүлсезім.